Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз жүретін робот жобалық жұмысы. Бүгінгі сабақта үйренетініміз қарапайым жүретін робот жобасын жасау. Жұмыс барысы Lego Mindstorms Education EV3 программасын ашу. Роботты қозғалту үшін блоктарды қолданып жоба құру. Жоба туралы әңгімелесу. А деңгейінің тапсырмасы Lego Mindstorms Education EV3 программасын аш. Роботтың алға 10 секунд қозғалуы жобасын жаса. Б деңгейі. Робот алға қозғалыс жасағанда 10, 12, 14 дөңгелек айналымдарын жасайтын программа құр. Әрбір айналымға күту блогын қос. Күту блогының суреті, яғни программа нәтижесі. С деңгейі. Б деңгейінде құрған программаны EV3 модуліне жүкте. Роботты қос. Оның қозғалысын тексер. Жобаға атау беріп сақта. Қорытынды. Қандай жоба жасадың? Әңгімеле. Роботты қозғалысқа келтіру үшін қандай блоктарды пайдаландың? Тапсырма. Суретте қандай блок көрсетілген? Бір нұсқаны таңда. Рульдік басқару блогы ма? Старт блогы ма? Күту блогы ма? Балалар, сабағымызды мына смайлик арқылы қорытындылаймыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.